Сау саламатсыздар ма, қымбатты достар? Бүгін қиындық кетер басыңнан деген тақырыпта біраз әңгіме қозғағым келіп отыр. Себебі көптеген әйелдердің арасында жүрген уақыттарда көптеген қиындықтарды бастарынан өткеріп жатқан әйел азаматтардың, жолдастардың әңгімесін естіп жатамыз. Негізі бұл өмір сабақтары болғандықтан мен көптеген әйелдердің өмірі жайында көптеген әңгімелер естимін. Себебі сондай ортада көп жүргендіктен осы сабақтарымның барлығын өмір сабақтары деп атап, өмір сабақтары жөнінде негізі біраз сабақтар өткізудемін. Негізі алып қарайтын болсақ, өзіңіз айнаға қараңызшы. Бірінші өзіңіздің киіміңіз жайында біраз сөз қозғайық. Айнаға қараңыз, сіз үстіңізге не киіп тұрсыз? Және де шашыңыз қандай? Басыңызда орамал шытыңыз бар ма? Үстіңізде сіздің анаңыз киіп жүрген, әжеңіз киіп жүрген көйлегіңіз бар ма? Ол көйлегіңіздің ұзындығы тобыңызға жете ме? Аяғыңызға кигеніңіз не? Анаңыз, әжеңіз киген мәсі бар ма аяғыңызда, немесе жоқ па? Соған да көңіл бөліңіз. Енді алып қарайық. Әйел адам, ол әйел адам болып киіну керек, онда нәзіктік болу керек. Сондықтан да егер де қандай да бір қиындықтан шығу керек деп ойласаңыз, бірінші киіміңізді жөндеңіз. Негізі ер азаматтардың да сөздерін естіп жатамын. Әдемі әйел адам сияқты киініп жүрген, белдерін буып жүрген әйелдерді өте жақсы көріп сыйлаймыз деп жатады. Сондықтан да беліңізді буып, әдемі көйлек киіп, әдемі болып үйіңізде жүрсеңіз, күйеуіңіз сізді әр уақытта сыйлайтын болады. Және де күлімдеп күйеуіңізді күніне болмаса да мақтап қоюды ұмытпаңыз. Және де күйеуіңіз жұмыстан келген кезде жадырап, алдынан күлімдеп шығып, бір құшақтап, балаңызды иіскегенде иіскеп, бір сүйіп қойыңыз. Күйеуіңіз көңіл күйі, оның бір сондай жоғарыға көтеріліп жатқанын байқайсыз. Және де дастарханыңызды әдемілеп жайып, күніне өзіңіздің көңіліңізге келген әдемілікті орналастырып дастарханыңызға, енді қонақтарды күткен кезде қандай дастарханыңызды әдемілеп жадыратасыз, сол сияқты дастарханыңызға күнделікті қандай да бірдемені ойластырып, міне сенің келгеніңе, сенің құрметіңе, отағасы деген сияқты әдемі сөздеріңізді қоса отырып, дастарханыңызды жасап, дәмді тамақтарын алдына қойып, ішіңіз, жеңіз деген сияқты әдемі сөздеріңізді айтып, жолдасыңыздан өзіңізге деген бір тілегін тыңдап, сөйтіп әдемі әңгімеде, әдемі көңілде, әдемі өмірдің бастауы деп алып, осылайынан дастарханыңызда әдемі сөздер басталатын болса, көресіз, бір айдың ішінде сіздің өміріңіз өте басқа жаққа өзгеріп жатқанын байқайсыз. Мейлі сіздің күйеуіңіздің айтып жатамыз, көңіл күйі, өмірі басқа жақта жүретін болса да, көңіл күйі болмайтын болса да, осындай қылықтарды жасайтын болсаңыз, қылықты әйел негізі барлық жағдайларда жеңіп шығады дейді. Сондықтан да өзіңіздің әдемі қылықтарыңызбен күйеуіңізді бағындыра отырып, өзіңіз ақырындап әдемі өмір сүруіңізге болады. Қымбатты достар, міне бұл өмір сабақтары, көптеген, жүздеген, мыңдаған әйелдердің жасап жатқан амалы, бұл амалды сізде қолданып көріңіз. Сау саламатта болыңыз.